Босанып келген әйел 40 күн үйден шықпау керек деген ұғым дұрыс па? Бізде көбінесе бұл нәрсені буквально түсініп жатады да, әйел мен баланы бір бөлмеге қамап қояды. Яғни сен осы бөлмеден шықпау керексің, осы жерде отыру керексің деген сияқты. Бұл дұрыс емес. Неге? Өйткені әйелге де, жаңа туылған нәрестеге де таза ауа керек, күннің көзіне шығу керек. Сондықтан сіз роддомнан келгеннен кейін ауа райы қолайлы, жылы болып тұрса, баланы алып жаймендеп келесі күні далаға шығып бастау керексіз. 5 минуттан 10 минуттан бастасаңыз, уақыт өте келе ол уақытты сыртта өткізетін уақытты ұзарта бересіз. Енді 40 күн үйден шықпау керек деген нәрсе негізінде қандай мағынаны береді? 40 күннің ішінде бала қатайып кеткенге дейін, әйел қатайып кеткенге дейін сырттан адам үйге келмегені дұрыс. Немесе мысалға әйел той тобыры сияқты адам өте көп жиналатын жерге бармаған дұрыс. Неге? Өйткені 40 күн бойы инфекция қаупі жоғары болады. Сондықтан бұл нәрсені дұрыс түсініп, үйге бір бөлменің ішінде әйелді қамап қоймай, керісінше таза ауаға, күннің көзіне шығару керек. Бірақ керісінше 40 күн бойы бала мен ана қатайып кеткенге дейін сырттан адам үйге келмеген дұрыс.